Бастадым. Саламатсыздар ме студенттер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тіліктер мен қималар. Сабағымызды бастамай тұрып, біз бірге ойын ойнап алайық. Кәне, сіздерге сұрақ қоямын. Бірінші сұрақ, Айсәулеге шеңбердің ненің көмегімен сызамыз? Міне, мұн жақтан әріптерді санап, орнына қойып алсаңдар болады. Шеңберді циркульдің көмегімен сызамыз. Циркуль. Дұрыс. Екінші сұрақ, Ақмарға сызбада нәрсенің шамасын көрсету үшін қандай сызық жүргіземіз? Саған сұрақ, сызбада нәрсенің шамасын көрсету үшін қандай сызық жүргіземіз? Сызбада ма? Нәрсені. Екінші сұрақ. Нәрсені көрсету үшін. Сызбада нәрсені көрсету үшін. Сызбада нәрсенің шамасын көрсету. Дұрыс. Екінші сұрақ, Севара геометриялық дененің үстіңгі көрінісі орналасқан проекция атауы. Қайтадан. Геометриялық дененің үстіңгі көрінісі орналасқан проекция атауы. Үш проекция бар, соның үстінен қарағанда. Үшінші сұрақ. Кім? Назерке біледі. Горизонталь. Дұрыс. Горизонталь проекцияға түсетін көрініс атауы Береке. Береке. Кім біледі, сол жауап бере береміз. Горизонталь проекцияға түсетін көрініс атауы қалай? Дұрыс. Детальдің нәрсенің тұтас көрінісі. Көркем. Тұтас. Бесінші сұрақ, детальдің нәрсенің тұтас көрінісі. Симметрия ма? Молодец. Алтыншы сұрақ, Назеркеге детальдің алты жағынан қарағандағы жалпы атауы. Алды жағынан қарағандағы көріністер. Дұрыс. Жетінші сұрақ, Айсәуле қарапайым нәрсенің кескінін сала білімге үйрететін пән. Қарапайым нәрсенің кескінін сала білімге үйрететін пән. Бұл пән сызу пән. Дұрыс. Сегізінші сұрақ, Севара геометриялық дененің алдыңғы көрінісі орналасқан проекция. Севара. Алдыңғы көрініс. Алдыңғы, үстіңгі, жағында. Алдыңғыны сұрап атауы. Вертикальный, горизонтальный. Фронталь. Алға қарай лақтыру деген мағынаны білдіретін латын сөзі. Береке. Проекция. Дұрыс. Көркемге соңғы сұрақ, детальдің сол жақ көрінісі орналасқан проекция атауы. Сол жақ. Алды, сол жақ. Сол жақ көрінісі көрсететін профиль деп аталады. Назерке біледі. Профиль. Молодец. Жарайсыңдар, енді бүгінгі сабағымыз қима дегеніміз не? Қалай ойлайсыздар, қима дегеніміз не? Қима дегеніміз ол бір затты ортасынан бөлуді қима деп. Дұрыс, затты бір немесе одан да көп жазықтықты ойша қиғаннан шыққан кесіндіні қима деп атаймыз. Қима орналасуына қарай қанша түрге бөлінеді? Көрсетсеңізші, сіз түсіндіріп жатсыз ба? Апай, ондай жоқ қой дейді. Сіз жаңа тақырып түсіндіріп жатсыз ба? Қима оңашаланған және қабаттасқан болып екі түрге бөлінеді. Металдардың қимадағы белгілері, олар мысалға қиғандағы көріністері, олар металда және металл еместе ағашта осылай көрінеді. Тілік деп нені айтамыз? Тілік деп бір немесе бірнеше жазықтықпен ойша қиылған заттың кескінін тілік деп айтамыз. Тіліктер екі түрге бөлінеді, олар қарапайым және күрделі. Тіліктің түрлері қарапайым және күрделі, және тіліктер фронталдық, ол үстінен қарағандағы көрінісі осылай көрінеді, міне суретте көрінген. Екінші профильдік тілік, ол сол жағынан қарағандағы көрінісі. Үшінші қарапайым тіліктің түрі. Сенсор жұмыс етеді. Қарапайым тіліктің горизонталь тілік, ол алдынан қарағандағы көрінісі тіліктің. Горизонталь, шатаспаңыз. Жоқ, горизонталь қайталаңыз. Алдан қарағандағы ма? Горизонталь. Горизонталь тілік ол дұрыс алдынан қарағандағы көрінісі. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Горизонталь тілік ол горизонтальге параллель түскен тілікті горизонталь тілік дейміз. Алдынан қарағандағы ол болады. Фронталь тілік. Жаннан қиғандағы параллель тілік профиль болады. Ол қарапайым тіліктер аңғарай. Және тіліктің орындалу ережелері, мысалға тілікті қай жерден тілінді, сол жерден үзік қып немесе түзу сызықпен тілік көрсетіледі. Тіліктің орындалу
сіздерге сабақ бойынша сұрақ қойып шығайын. Бүгінгі тақырып бойынша барлықтарыңызға қорытындылар өтеді. қоя беріңіз. Қима дегеніміз не? Жеке. Севара, қима дегеніміз не? Севара. Қима деп затты бір немесе одан да көп жазықтықпен ойша қиғаннан шыққан кесіндіні айтамыз. Екінші сұрақ, тілік деп нені айтамыз? Назерке. Можно я? Айта бер. Так, тілік ғимараттың конструкциясын және қабаттардың биіктігін айқындау үшін Және қима қанша түрге бөлінеді? Көркем. екі түрге бөлінеді. Күрделі және Ол қателестім, оңашаланған және қабаттасқан. Қарапайым тілік деп нені айтамыз? Қарапайым тілік деп бір ғана жерден тілінген фигураны айтамыз. Бір жазықтықпен. Иә, бір жазықтықпен ғана бөлінген фигураны айтамыз. Неге байланысты тіліктер вертикал болады? Жеке. Береке. Қандай орналасуына байланысты тіліктер вертикаль деп аталады. Қандай орналасуына байланысты? Жеке. Бұлай орналаса вертикаль бола ма тілік? Бұлай орналаса ше? Қарасаңшы. Бұлай орналаса вертикаль бола ма, жоқ бұлай орналаса вертикаль бола ма? Дұрыс. Сонда жауап береміз. Тіке орналасуына байланысты тілік Вертикал болады. Рахмет, бүгінгі сабақтарыңызға қатысқандарыңызға. Енді сіздерді бағалайық. Акмаль, сен бүгін сұраққа жауап бермедің. Саған? Нашар маған. Севара сабаққа қатысып отырғанына рахмет, сұрақтарға жауап бердің. Саған 4. Көркем, сен де сабаққа жақсы қатысып отырдың, атсалысып саған да 4. Назерке өте жақсы қатысты, оған 5. Берекеге 4, ол да сабаққа атсалысып отырды. Айсәулеге 5 сабаққа жақсы араласып отырып, сұрақтарға дұрыс жауап бердік. Барлық қойған сұрақтарыма қанағаттарынан жауап бердік. Сабақты сау болыңыздар.